Сәлем достар, бүгін сіздермен муравейник тортының рецептімен бөліскім келіп тұр. Бұл торт біздің үйіміздің сүйікті тортымыздың біріне айналды, және бұл рецептпен жасағалы бір жылдай уақыт болды. Жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез жасалынады. Дәмі өте керемет. Бір жұмыртқамызды құрғақ ыдысқа алып, жақсылап араластырамыз бірінші. Жұмыртқамызға шекерімізді қосып, көлемін 2 есе ұлғайтқанға дейін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз көлемін 2 есе ұлғайтты. Бөлме температурасындағы сары майымызды араластырамыз. Шайный содаға 1 чай қасық уксус қосып араластырып алып, осыны қамырымызға қостық. Енді мен осы миксермен қолданатырмын, сіздер қолмен қолданып араластырсаңыздар да болады. Ұнымызды қосып, қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамырға илеп аламыз. Және осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп, морозильникке жарты сағатқа қатты болғанша салып қойыңыздар. Қамырымыз қатқаннан кейін, оны осылай үккішпен өткізіп аламыз. Осы ең тиімді әдіс. Барлық қамырымызды осылай үккіштен өткізіп алып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Міне осындай қамырларымызды жақсылап майдалап аламыз енді. Кремін жасау үшін сары маймен осындай варенканы қосып араластырып аламын. Варенканы қостым, жақсылап араласты. Енді крем дайын. Енді осы дайын болған 2 креммен араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Кремін осылай жақсы араластырып аласыздар. Және де осындай картонмен, енді 20 сантиметр осының ішіне дайын болған муравейник тортымызды салып, бетіне әсемдік үшін мак себіңіздер. Және де 3 сағатқа холодильникке салып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.